Қайырлы кеш, тағы да құрметті оқушылар, бүгінгі тақырып натурал көрсеткішті дәреже. Алдымен осы сөзге мән берейікші, натурал көрсеткішті дәреже деген сөзге. Натурал сан дегенімізді біз 5-ші кластың ең басында өттік, яғни ол бірден бастап 2, 3 ары қарай плюс шексіздікке дейін кете беретін сандар, яғни күнделікті өмірде санауға қолданылатын сандар. Яғни қазір бұл оң сандар, сендер 6-ші класста өтесіңдер теріс сандарды. Тек қана оң дәрежелер, және соның ішінде нөлді де қостым, бірақ нөл натурал сан емес, бірақ ол санның нөл дәрежесін білу бізге маңызды. Енді қараңыздар. Санның квадраты. Бұл жерде 10-ға дейінгі сандардың квадраттары тұр. Яғни санның дәрежесі дегеніміз не дегеннен бұрын бірінші осыларға тоқталып көрейікші. 1-дің квадраты 1-ге тең, 4-дің квадраты 16 деп тұр, 8-дің квадраты 64. Яғни көбейту кестесінде бұл сандардың барлығын сендер көресіңдер, 8, 8, 64, 6, 6, 36, 5, 5, 25 деп жаттадыңдар. Сол сияқты санның кубы, ол тура сол санды 3 рет жазып көбейткенге тең екен. Енді қараңыздар. Бірінші мен санның дәрежесі деген не екен, соны түсіндіргім келіп тұр. Бірдей n көбейткіштердің көбейтіндісі санның n дәрежесі деп аталады, жарайды, бұл анықтама, яғни аның n дәрежесі деп ойлайық. А дегеніміз ол дәреженің негізі, n дегеніміз дәреженің төбесінде көрсетіп тұрған көрсеткіші. Мысалға, аның n дәрежесі деген екеуі де әріппен тұрғандықтан сендерге түсініксіз болуы мүмкін. Мысалы, 5-тің 3 дәрежесі деп жазатын болсам. Яғни 5 деген ол негізі. Ал төбесінде көрсетіп тұрған 3 ол дәреженің көрсеткіші. Жаттаймыз. 7-нің 2 дәрежесі болса, немесе 7-нің квадраты болса, 7 дегеніміз ол негізі, 2 деген ол төбесінде көрсетіп тұрған көрсеткіші. Яғни дәреженің негізі және дәреже көрсеткіші деген сөздерді біз білуіміз керек. Енді мен жиі айтамын, мына сандардың квадраттары мен кубтарын жаттап алсаңдар дұрыс болушы еді. 10-ның квадраты. Қазір 1 минут, мынаның үстіндегі алынбай қалыпты ғой. 1 минут. 10-ның квадраты. Яғни балалар қараңыздаршы, егерде 10-ның 2 дәрежесі болса, біз квадраты деп айтамыз, 3 дәрежесі болса, кез келген санның кубы деп айтамыз, ал әрі қарай 4 дәрежесі болса, 6-ның, допустим, 5 дәрежесі болса, оны 4 дәрежесі, 5 дәрежесі, 10 дәрежесі деп айта береміз. Тек қана 2 дәрежесі болса, оны квадраты, 3 дәрежесі болса, оны кубы деп айтады екенбіз. Яғни 10-ның квадратын жаттаңдар. Оны жарайды 100 екенін білесіңдер. 11-дің квадраты. 11-ді 11-ге көбейтсем 121. Не үшін квадраттарды қазірден бастап жаттап алыңдар деп тұрмын? Ол бізге өте көп көмегін тигізеді бүкіл есепте. 12-нің квадраты, яғни 12-ні 12-ге көбейтсем 144. 13-дің квадраты, 13-ті 13-ге көбейтсем 169. 14-тің квадраты 196. 15-тің квадраты 225. Тура көбейту кестесін қалай жаттадыңыздар, дәл солай жаттаңыздар. 16-ның квадраты 256. 17-нің квадраты 289. 18-нің квадраты 324. Яғни қазір каникулда осы бетті скрин жасап алып, прям 19-нің квадраты 361. Ұйықтап жатып тұрғызса да жатқа айтатындай жаттап алуымыз керек. 20-ның квадраты, 21-нің квадраты, жалпы 30-ға дейін жаттап алсаңдар жаман болмайды. Өте көп септігін тигізеді көп есепте, және кубтарын жаттап алыңдар. 9-ға дейінгі сандардың. 2-нің кубы 8, 3-тің кубы 27, 4-тің кубы 64, 5-тің кубы 125, 6-ның кубы 216, 7-нің кубы 343, 8-нің кубы 512, 9-дың кубы 729. Енді сонымен мынау дәреженің негізі болды. А дегеніміз, n дегеніміз дәреже көрсеткіші болды. Сонымен квадраты дегеніміз тура сол А деген әріпті 2 рет жазып көбейт деген сөз. А-ның квадраты болып тұр ғой. Кубы болса, А-ны 3 рет жазып көбейт деген сөз. 4 дәрежесі болса, А-ны 4 рет жазып көбейт. 8-дің квадраты, сонымен 8-ді 2 рет жаздым, көбейттім.
5-тің кубы, 5-ті 3 рет жазып көбейттім, 125. Көбінесе оқушылар 5-тің кубы деген кезде 5-ті 3-ке көбейтеді да 15 деп айтады, ол өте қате. Бұндай үлкен қатені жібермеуге тырысыңдар. 3-тің 4 дәрежесі 12 емес, ол 3-ті 4 рет жаздым. 9, 9, 9, 81-ге тең екен. Енді мысалы, сол А деген Аның n дәрежесі дедік қой. Аның орнында ол бүтін сан болуы маңызды емес. Кез келген сан болуы мүмкін. Мысалы, 3-тің, жарайды, мына мысалмен көрсетейінші. 12 тұр, 12-нің квадраты, 12-ні 2 рет жазып көбейттім, 144. 0,4-тің де квадратын табуға болады екен. 0,4-ті 2 рет жазамын, 0,116. 2-ден 1 деген жай бөлшектің де 4 дәрежесін табуға болады екен. Яғни оның да дәрежесін табуға болады деген сөз. Онда 2-ден 1 деген дәрежесінің негізімен 4 рет жазамда, оларды көбейтемін, бөлімдерін көбейтсем 16, алымдарын көбейтсем 1. 16-дан 1 деген сөз. Яғни мен не айтқым келіп тұр? Мына А деген дәреженің негізінде балалар бүтін санда, ондық бөлшекте, аралас санда, тіпті жай бөлшекте, бұрыс бөлшекте болуы мүмкін. Бәрібір, ол қатып қалған, біз міндетті түрде бүтін натурал сандардың дәрежесін табу керек деген сөз емес. P-ның 5 дәрежесі болса, онда P-ны 5 рет жазып көбейтем деген сөз. X қосылған Y-тің сыртында 3 дәрежесі болып тұрса, онда мен X қосылған Y деген жақшаны 3 рет жазып көбейтем деген сөз. 3,2-ден 1 деген аралас санның да дәрежесін табуға болады екен. Онда мен 3,2-ден 1 деген аралас санды 3 рет жазып көбейтемін деген сөз. Мына жерде не айтқым келді? Жарайды, бұл жерде пока нәрсе айтпаймын. Енді ең бірінші дәреженің қасиеті бар. Мысалы, қасиет деген сөз не? Біз бұрын бүйтіп айтатынбыз. 4-ші класста біздің ең алғашқы жаттаған қасиетіміз ол қосудың ауыстырымдылық қасиеті болған. Қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Яғни біз жаттаған ең алғашқы ережелердің бірі, 3 қосылған 4 деп жазсам да, 4 қосылған 3 деп жазсам да, екеуінде де бірдей мән шығады. Тура сол сияқты дәреженің көп қасиеттері бар. Біз соның негізгі 2 қасиетін ғана өтеміз бүгін. Ол негіздері бірдей дәрежелерді көбейту. Мына бетті скрин жасап, өздерің жазып жүрген дәптерлеріңе жазсаңдар болады. Яғни, жарайсыз. Маған WhatsApp-қа жазбай тұра тұрыңыздар, жазып жүрген ереже дәптерлеріңізге жазып қойсаңыздар болады. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейткен кезде негізі сақталып, дәреже көрсеткіштері қосылады. Яғни 3-тің 4 дәрежесі көбейту 3-тің 2 дәрежесі болса, онда мына 3 деген сан сақталады да 4 пен 2 қосылады екен. 3-тің 6 дәрежесі. Егер де 3-тің 3 дәрежесі көбейту 2-нің 4 дәрежесі болса, мен онда қоса алмаймын. Өйткені негіздері әртүрлі болып тұр. Мұнда 3, мұнда 2 болып қалды. Ол міндетті түрде бірдей болса ғана, және көбейтіліп тұрса ғана, мына дәреже көрсеткіштері бір-біріне қосылып кетеді екен. Бұл сандық сипаттамаға керекті ақпарат. Яғни, міне, ереже былай жазылып тұр, негіздері бірдей А болса, дәреже көрсеткіштері әртүрлі болып тұр. Негізі А болып сақталып қалады. Дәреже көрсеткіштерін мен қосамын. Мысалы, қараңыздаршы, К-ның 2 дәрежесі, К-ның 4 дәрежесі. Екеуі де бірдей әріп К. Онда К сақталады да 2 мен 4 қосылып, К-ның 6 дәрежесі болады екен. А-ның 3 дәрежесі, А-ның 7 дәрежесі. Негіздері бірдей А болып тұр, сақталады. А өзгерілмей, 3-ке 7-ні қосамын, 10 болады. Және ортасы міндетті түрде көбейту болу керек болар. Сендер қосумен шатастырмаңдар, Мысалы, 3-тің 4 дәрежесі қосу 3-тің 2 дәрежесі десе, мен оны 3-тің 6 дәрежесі деп айта алмаймын. 3-тің 4 дәрежесін жеке есептеймін, ол 81.
Қосу 3-тің 2 дәрежесі ол 9 тең 90 деп жазып есептеуім керек. Міндетті түрде ортасы көбейту болса ғана. Мысалы, міне, сандармен көрейік. 8-дің 5 дәрежесі, 8-дің 2 дәрежесі, иә? Яғни 2 дәрежесі бірінші түрде. Сонымен 8 сақталады да, 2-ге 5-ті қосам, 8-дің 7 дәрежесі болады. 0,3-тің 3 дәрежесі, 0,3-тің 8 дәрежесі. 0,3 ең бастысы негізі бірдей болып тұр. 0,3 сақталады. 3-ке 8-ді қосам, 11. 0,3-тің 11 дәрежесі. Енді тура солай бөлу болсашы. Негіздері бірдей дәрежелерді бөл. Онда оңай, иә, жаңа көбейту болғанда қосқанбыз. Демек, бөлу болғанда дәреженің көрсеткіштерін біз азайтады екенбіз. Мысалы, к-ның 9 дәрежесі, к-ның 4 дәрежесі. 9-дан 4 азайтамыз, к-ның 5 дәрежесі болды. А-ның 10 дәрежесі, мына жерде мына жақ түзетілмей алыпты. Қазір мен өзім түзете салайын. Қазір 1 минут. А-ның 10 дәрежесі бөлу А-ның 7 дәрежесі, онда А сақталады. 10 дәрежеден 7 дәрежені азайтамын. А-ның 3 дәрежесі болады екен. Енді мынау сандармен беріп тұр. 9-дің 12 дәрежесі, 9-дің 5 дәрежесі. Онда бөлу болып тұр ортасы. 9 екеуінде бірдей. 9 сақталады. 12-ден 5-ті азайтамын. 9-дің 7 дәрежесі. 0,5-тің 13 дәрежесі, 0,5-тің 8 дәрежесі. 0,5-тің, иә, мына жерде 0,3 емес. Мына қателерме кеткен. 0,5 сақталады. 0,5-тің 5 дәрежесі болады. Енді, мына теріс сандарға тоқталмай қойық. Кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. К-ның 0 дәрежесі 1-ге тең, 15-тің 0 дәрежесі 1-ге тең, 1000-ның 0 дәрежесі 1, 500-дің, яғни кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең екен. Мұратбай, Бекболат, маған жазбаңызшы WhatsApp-қа өтініш. Көбейтіндіні дәрежеге шығару деген келесі 3-ші қасиет. Біз 2 қасиет өттік. Негіздері бірдей дәрежені көбейту, негізі сақталып, дәреже көрсеткіштері қосылады. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлу, негізі сақталып, дәреже көрсеткіштері азайтылады. Енді 3-ші қасиет көбейтіндіні дәрежеге шығару. Жарайды, көбейтінді дәрежеге шығару сіздерге әлі ерте екен. Дәрежені дәрежеге шығаруды үйретейін одан да, иә. Дәрежені дәрежеге шығару үшін дәреженің негізі сақталып, дәреже көрсеткіші көбейтіледі деген ережені қараңыздар. А-ның n дәрежесінің сыртында m дәрежесі болса, онда А сақталады да n мен n көбейтіледі. Мысалға, сендерге санмен көрсетілгенде мысалдарды тезірек түсінесіңдер, иә? 6-ның 5 дәрежесі, оның сыртында 3 дәрежесі тұрса, 6 тағы да өзгермей сақталады да 5 пен 3-ті көбейтем. 6-ның 15 дәрежесі. 11-дің 3 дәрежесінің тағы сыртында 2 дәрежесі болса, 5 пен 2-ні көбейтем, 11-дің 10 дәрежесі. 13-тің 8 дәрежесінің сыртында 3 дәрежесі болса, 8 пен 3-ті көбейтем, 11-дің 24 дәрежесі. Енді, қараңыздар. Мен сіздерге сандық сипаттамада ең көп кездесетін есептер бойынша салыстыруды үйретейін. Мысалға, дәрежелердің негіздері бірдей болса, қалай салыстырам? 5-тің 2 дәрежесі мен 5-тің 9 дәрежесі. Онда ойланбастан, мынау 5 көбейту 5 деген сөз ғой. Ал мынау 5-ті мен 9 рет жазам. 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9. Әрине бұл өте үлкен сан шығады. Сонда негізінде бүтін сан тұрса, онда мен ойланбастан қайсының дәреже көрсеткіші артық болып тұр, соны артық дей салам. Мысалы, 3-тің 2 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі. Есептемей ақ 3-тің 4 дәрежесін артық деп айтамын. Енді қараңыздар, мен мына жерді пока что былай өшіріп қояйыншы. Маған мына ортаны бөлу керек болады себебі.
қазір түсіндіру үшін. Бүтін сан болса, иә, 4-тің 4 дәрежесі немесе 4-тің 10 дәрежесі болса, ойланбастан 4-тің 10 дәрежесін артық деймін. 12-нің 2 дәрежесі 12-нің 7 дәрежесі болса, 12-нің 7 дәрежесін ойланбастан артық деймін. Ал ендігі мәселе, мына жерде бүтін сан емес, бөлшек сан тұрса. Мысалғы, 2-ден 1-дің 2 дәрежесі, 2-ден 1-дің 3 дәрежесі. Ең қарапайым мысал, иә? 2-ден 1-ді көбейтемін 2-ден 1-ге. Шығады 4-ден 1. 2-ден 1-ді көбейтемін өз-өзіне 3 рет. Шығады 8-ден 1. 8-ден 1 артық па, әлде 4-ден 1 артық па? Әрине 4-ден 1. Өйткені алымдары бірдей болғанда мен қайсының бөлімі кішкентай, соны артық дейтін едім. Сонда бұл жолы бөлшек сан шығып қалса, мен оның дәреже көрсеткішіне қарап, мына 3 жақты артық деп айта алмайды екенмін. Мысалы, 0,1-дің квадраты 0,1-дің 4 дәрежесі. Мынау 0,1 көбейту 10-1 деген сөз ғой. 100-ден 1 шығады, яғни 0,01. Ал мына жақта 4 дәрежесі деген, мына квадраттан 2 деген сөз, 100-ден 1 көбейту 100-ден 1. Ол 10.000-нан 1, яғни 0,0001 деген сөз. Әрине, қайсысы артық болады? 100-ден 1 артық болады. Яғни, мен бұл жерде екеуін салыстырып сендерге нені көрсеткім келіп тұр? Дәреженің негізі бүтін сан болса, әрі оң сан болса, ертең теріс сандарды өтесің, пока осы оң санды жаттаңдар. Оң бүтін сан болып тұр. Или натурал сан деп қана ойлайықшы, натурал сан. Өйткені ол натурал болған соң ол итакта оң болады, ол итакта бүтін болып тұр. Сонда мен бұны есептемей-ақ, өйткені үй тапсырмасынан мен сендерге әдейі айтып жатырмын, үй тапсырмасында дәрежелерді салыстыру деген есеп бар. Сонда мен бұны есептемей-ақ, мен бұны міндетті түрде қайсының дәреже көрсеткіші артық, сол жақты артық деп айта алады екенмін. Ал ондық бөлшек болғанда мен өте мұқият болуым керек. Өйткені біз мына ондық бөлшекті көп рет дәрежеге шығарған сайын, яғни бір-біріне көп көбейткен сайын, керісінше кішірейе береді екен, кіші сан шыға береді. 0,1-дің 10 дәрежесі болған сайын, ол одан сайын кішірейе береді. Өйткені 10-нан 1 көбейту 10-нан 1-дің өзі уже 100-ден 1 болып кетті. Яғни 10-нан 1 деген бөлік артық па, жоқ, 100-ге бөліп тастағандағы 1 бөлік артық па. Яғни көбейтілген сайын ол керісінше үлкеймейді, мыналар сияқты, наоборот, кішірейе береді. Осы жағдайды сендер бұл әліппесі дәреженің қазірден бастап білгендерің дұрыс. Енді мына затты қараңыздаршы, мен бұрын айтатынмын. А қосу А десек, біз 2А деп айтатынбыз. Сондағы 2 қайдан шықты? Ол мына А-ның алдында тұрған, көрінбей тұрған коэффициент. Ол 1А қосу 1А деген сөз. Содан 2А шықты. Сол сияқты дәрежеде А-ның өзі бұлай жеке тұрған кезде, оның көрінбей тұрған 1 дәрежесі бар деген сөз. Сонда жаңағы А көбейту А, бұл А квадрат дегендегі 2 қайдан шықты деген сұраққа жауап беретін болсақ, сонда бағанағы қасиет есімізге түседі. Значит, мына жерде А-ның 1 дәрежесі бар, А-ның 1 дәрежесі бар. Жаңағыны айтқанбыз біз, негіздері бірдей болса, онда олар дәреже көрсеткіштері қосылып, квадрат содан шыққан. Түсіндік, Сонымен егерде А көбейту А куб десе, мен онда А-ның 4 дәрежесі деп жазам. Себебі бұнда көрінбей тұрған 1 дәреже бар. А көбейту А квадрат болса, онда бұдан А куб шығады. А көбейту А квадрат көбейту А куб көбейту А-ның 10 дәрежесі болса, онда мен А-ны сақтап жазамын. Мында 1 дәреже бар деген сөз.
бірге 2-ні қосам 3, оған 3-ті қосам 6, аның 16 дәрежесі болып шығады екен. Енді дәрежесі де, көрсеткіштері де әртүрлі болса қалай салыстырам? 3-тің 2 дәрежесі, мысалы 2-нің 3 дәрежесі. Онда маған дәрежені кәдімгідей табуға керек, тура келеді. 3-тің 2 дәрежесі дегенім ол 9, 2-нің 3 дәрежесі дегенім ол 8. Онда 9 әрине артық болады екен. Так, әлі сабаққа кешігіп сілтеме сұрап жатқан ата-аналар бар. Қазір жібере салайын, рұқсат етсеңіздер. Жақсы. Сонымен біз түсіндік, иә? Кез келген әріп, балалар. Кез келген әріп, кез келген сан, бұлай жеке, мысалы 6 болып тұрса, ол ешқашанда жалғыз тұрған жоқ. Оның дәреже көрсеткіші 1, алдындағы таңбасы плюс. Өйткені біз оны жазбаймыз, иә? Плюс деп ешқашанда ол көрінбей тұрады. Ол плюс сан деген сөз, оң сан деген сөз. Немесе тура сол сияқты кез келген, мысалы x деген айнымалы, y деген айнымалы, a, v, біз ең көп қолданатын k, бұлардың барлығы жалғыз тұрған жоқ. Оның алдындағы коэффициенті 1. Ол 1x, ол 1y, ол 1k деген сөз. Оның дәреже көрсеткіші 1. Ол да 1 істемей тұр, көрінбей тұр. Жақсы. Енді мына есепті бірге шығарайық. 1 минут, мына жерде теріс санды мен алып тастай қояйын, бүйтіп. Тақтаға шығады. Ершат қызы Нұрзадаға келген екенбіз. Нұрзада сабақта жоқ. Листа Ерлан. Қосыла ғой. Сәлеметсіз апай. Ерлан, сәлеметсіз бе? Математикадан қаншаға шықтыңыз? 5. Керемет. Есепті бірге шығарайық, иә? Қазір сендер әлі жаттықпағандықтан кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ та біз үйренеміз. Иә, кез келген тақырыпты бірінші рет өткенде әрине ол қиын болады. Бірінші дәрежені дәрежеге шығару деген көбейтіледі, дұрыс айтасың. Неше дәрежесі болады? Ау? 21. 21 көбейту аның 13 дәрежесі. Онда 21 қосамыз 13-ке. дұрыс айтасың. Осылай жазайын, иә, мен 21-ге 13-ті қосамын. Өйткені қосу, көбейту амалы қатар тұр, иә, балалар? Кейбір кезде оқушылар мынаны 10 деп қосып қояды да, керісінше мына жақта көбейтіп қояды. Сол екеуінде мұқият болыңдар. Мынау дәрежені дәрежеге шығару болып тұр. Бұл жерде 2 дәреже қатар тұр, көбейтем. Сонымен аның қанша дәрежесі болады? 34. 34. Бірінші есепті дұрыс шығарыңыз. Екінші есепте? Екінші есепте дәрежесін қайттан табу керек. Дәрежесінің дәрежесі емес, давайте балалар, қазірден бастап математикалық тұрғыда дұрыс сөйлеп үйренейік. Дәрежені қайталап айта ғой. Дәрежеге шығару. Дәрежені дәрежеге шығару. Өте дұрыс, иә, дәрежені дәрежеге шығару. Профессионально айтып үйренеміз. Сонымен 22 болады. аның 22 дәрежесі бөлу. Азайтамыз. Дұрыс айтасың. Онда дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. 22-ден азайтамын 9-ды. 22-ден 9-ды азайтамыз. Қанша болады? 11. 11 болса 20. 11 деппін ғой. 13. 13, дұрыс. Келесі есеп. Қайттан дәрежесін дәрежеге шығару. 7-ні көбейтеміз 4-ке, дәрежесі 28 болады. Бөлу аның 8 дәрежесі. Ол жерде бөлу тұрғандықтан біз азайтамыз, сонда аның дәрежесі 20 болады.
А-ның 20 дәрежесі. Енді айта ғой, А-ның 20 дәрежесі артық па, А-ның 13 дәрежесі артық па? А-ның 20 дәрежесі. Иә, бұл жерде натурал сандыр деп ойлайық, иә, екеуі де бірдей натурал сан деп ойласақ. Ал егер де 0,3-тің 7 дәрежесі ма, 0,3-тің 5 дәрежесі ма? Қайсысы артық? 0,3-тің 5 дәрежесі. Осыған қазірден бастап жаттайық, жарайды ма? Мгм. Ондық бөлшек болған кезде ол көп рет көбейтілген сайын кішірейе береді. 0,10, мысалы қараңдаршы, біз 3-ті көбейтсек, 3 көбейту 3 десек 9, 9-ды 3-ке көбейтсек, 9-ды 3-ке көбейтсек 27, ары қарай 27-ні 3-ке көбейтсек 81, 81-ді 3-ке көбейтсек 243 шықты, иә? Үлкейіп жатыр бұлар. Ал 0,3-ті 0,3-ке көбейтсек 0,100-ден 9 болып тұр уже. Оны 0,3-ке көбейтсек 0,1027. Яғни кішірейіп баратыр. Басында 0,100-ден 9 болып тұрады, хотя одан кейін 0,100-ден, мың қанша болып кетеді? 1000-нан 27 мына жерде. 1000-нан 27. Яғни 1000-нан 27 деген ол әрі қарай не істеп бара жатыр? Кішірейіп Жиып бара жатыр. сонда мына екеуінің разницасын көріп тұрсыңдар ғой. Бүтін Иә. сан болған кезде ол көбейтілген сайын сәйкесінше өсе береді. Ал ондық бөлшек болып тұрған кезде ол керісінше кішірейе береді. 0,100-ден 9, әрине ол 1000-нан 27-ден сәл артық қой, мына 100-ден 9 деген. Ол 1000-нан 27 әрі қарай 10.000-нан 81 болып тағы бір рет көбейтсек, наоборот, кішірейіп бара жатыр. Жақсы. Рахмет. Ерлан Естай, Жақып. Сау бол ғой. Ардақ. Қосыламыз. Ардақ қосыла ғой. Ардақ қосыламыз, мен сізді қосып жатырмын, звугыңызды. Сәлеметсіз бе? Осы жағдайда дәрежені дәрежеге шығару, Дұрыс. ол y-тің 20 дәрежесі. Бөлу. Бөлінген y-тің 18 дәрежесі. Тең. Y қалады да 20-дан 18 азайтылады. Жауабы y-тің 2 дәрежесі. Қазір 1 минут. Азайтылады. Y-тің 20 азайтылған 18 тең y-тің 2 дәрежесі, иә? Есепті шығарып көрейікші енді. 3-тің 0 дәрежесі қосу, 3-тің 2 дәрежесі қосу. 303-тің 1 дәрежесі болсын. Кез келген санның 0 дәрежесі нешеге тең деп айттым? Ардақ. Қайда кетіп қалдыңыз? Әлі есебіңіз біткен жоқ қой, Ардақ. Ардақ. Ардақ, мына есепті шығарып қосыла ғой. Жарайды, Жақып, Ардақ жоқ. Онда Өтепқалиданы рандомына қосамын, мына есепті аяқтау үшін. Өтепқалиданы қосыламыз. Дана. Сәлеметсіз бе? Кез келген санның 0 дәрежесі нешеге тең? 0-ге. 1-ге тең. Жаттаймыз. Кез келген санның дәреже көрсеткішінде 0 тұрса, ол тең болады. Ал 3-тің 2 дәрежесі дегенім? 6, 9. 9. Қосу 303-тің 1 дәрежесі? 303. 303-тің өзі. Сонымен жауабы? 313. 313. Жақсы.
Енді екінің 50 дәрежесі мен үштің 40 дәрежесін салыстыра аласыз ба? Осыны салыстыруды үйретемін, иә? Дана, біз бағана біттік, иә? Дәрежені дәрежеге шығару кезінде, мысалы, екінің 5 дәрежесінің сыртында 10 дәрежесі деп айтсам, не болатын еді? Екінің 50 дәрежесі болатын еді. Дұрыс қой, иә? Көбейтіліп. Сол сияқты, үштің 4 дәрежесінің сыртында 10 дәрежесі болса, бұл үштің үштің 40 дәрежесі. онда дәреже көрсеткішіндегі 50 мен 40 екеуі де ең кіші ортақ еселігі қанша болып тұр? Ең үлкен ортақ бөлгіші. 10. 50 мен 40-тың ортақ бөлгіші 10 болып тұр, иә? Мгм. Екеуін де 10-ға бөліп жіберсек болады екен. Өйткені екінің 50 дәрежесін тауып отыру әрине мүмкін, бірақ өте үлкен сан шығады ол. Екінің 5 дәрежесі болып қалады, сонымен мынау үштің 4 дәрежесі болып қалады. 4 дәрежесі. Екінің 5 дәрежесін есептегенде жаттайық. Қанша болады екен екінің 5 дәрежесі? Қанша? 2 екім 4 шығара ғой. 8, 16, 32, иә? 32. Ал 3-тің 4 дәрежесі дегенім 3 көбейту 3, көбейту 3, көбейту 3 деген сөз. 3 үшім 9, 9 9-ым 81. 81. Қайсысы артық болады екен? 3-тің 4 дәрежесі артық болады. 3-тің 4 дәрежесі. Көрдіңдер ме? Біз мына жақта үлкен сан тұр ғой деп айта алмайды екенбіз, иә? Біз оны әрі қарай ықшамдап едік жаңағы үйренген қасиетімізбен. Біз оны не істей алдық? Салыстыра Болдық. алдық. Жақсы, Өтепқали Дана. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бақыт Әлішер. Қосыламыз. Қосыламыз, Бақыт Әлішер. Саламат. Саламатсыз ба? Одан Қазір тұрдыңыз Y-тің ғой, шығардыңыз ғой. Шығардық қой, мына есепті шығарайық, иә? N-нің 15 дәрежесі көбейту 4-тің 15-ті қайдан көріп тұрсыз? 225 15 N-нің 225 дәрежесін N-нің 28 дәрежесіне бөлеміз. Асықпаңыз, керісінше ғой. Бірінші алымын шығарып алайық. N-нің Иә. 8 дәрежесі, иә? N-нің 28 дәрежесі. Иә, енді мына жерде 15 емес қой, мен жаңа айттым ғой. Көбейту болған кезде n-нің 5 дәрежесі көбейту n-нің 3 дәрежесінде сіз көрдіңіз ба, 5 пен 3-ті автомат түрде көбейтіп тастадыңыз. Бірақ ол қосылу керек еді ғой. n-нің N-нің 8 8 дәрежесі. дәрежесі. Сонда n-нің N-нің 8 32 дәрежесі. сыртында 4 дәрежесі, иә? 32. Дұрыс. n-нің 28 дәрежесі бөлу n-нің 32 дәрежесі. Енді саған ыңғайлы болу үшін мен былай жазып қояйын. n-нің 28 дәрежесі бөлу n-нің 32. 32. Енді n 28 азайту 32 болып қалды, иә? Жарайды, бұл жерде теріс сан шығады. Өйткені мен 32-ден 28-ді былай қарай азайта алмаймын. Мен міндетті түрде алымындағы тұрған саннан бөліміндегі тұрғанды азайтуым керек, иә? 28-ден 32-ні азайтамын. Бұл жерде 4. N-нің 4 дәрежесі. минус 4 дәрежесі шығады. Жарай ма? Кейін өтесіңдер, пока минус шығып тұр енді. Теріс сан, өйткені 28 32-ден кішкентай болып тұр ғой, минус 4 шығады. Жарайды, Жақып Ардақ, сізге есеп. 0,3-тің 9 дәрежесі мен 0,3-тің 11 дәрежесін салыстырыңыз. Салыстыра ғой, Жақып Ардақ. Ой,
Қазір тақтаға шығып жатқан кім еді? Ннің Әбіштер. ой 0,3-9 дәрежесі үлкен. Дұрыс. Ал егер 3-9 дәрежесі 3-11 дәрежесі болса ше? 3-11 дәрежесі. Жақсы. 3-0 дәрежесі қосу 33-1 дәрежесі қосу 3-3 дәрежесі. Аралары қосу болса, негіздері әртүрлі болса, мен еш нәрсе істей алмаймын. Жеке-жеке есептеймін, иә? 3-0 дәрежесі нешеге тең деп айттық? 1-ге 3-1 дәрежесіне. Бұл 33-1 дәрежесі 33. өзіне тең. 3-дің кубы 9. Ой 27. 27, шатаспаймыз. Сонымен қанша шығады жауабы? 61. 61. Жақсы. Сонымен біз қандай ережені үйрендік бүгін? Негіздері бірдей дәрежені көбейту дегенді үйрендік, иә? Негізі сақталып, дәреже көрсеткіштері қосылады. Негіздері бірдей дәрежені бөлу дегенді үйрендік. Негізі сақталып, дәреже көрсеткіштері азайтылады. Азайтылады. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Кез келген санның 1 дәрежесі сол санның өзіне тең. Өзі. Дәрежені дәрежеге шығару үшін дәреженің негізі Көбейтеміз. сақталып, мыналарды көбейтеміз. Сонда осы Табамыз. 2, 3, 4, 5 ережені не істеуіміз керек? Прям 5 саусақтай жаттап алуымыз керек. Әрі қарай тақтаға шығады. Мұратбай Бекболат, қазір мен сізді просто заблокировать етіп тастаймын. Жамбыл және Жамбыл аяулым. Жанабілдін Мұхаммед. Қайдасыздар? Жанабілдін Мұхаммед. Жарылқасын қымбат. Жоқ, ана жерде Көлбай Рысбек А-ның 0 дәрежесі, А-ның 1 дәрежесі деген қасында тағы бір ереже тұрды ғой. Қонысбай Рамазан шыға қойшы, рандомына шығарам енді. Қонысбай Рамазан. Қосыла ғой, Рамазан. Сәлеметсіз бе? Так, мына есеп. Жарайды, мына есептер сіздерге қиын болады. Мен сізге есепті осы жерге берейін. Қазір. Жоқ, бұл есеп емес, қазір бір минут, иә? Қазір мен сізге есепті өзім беремін. Сіз шығарасыз. Бес дәрежесі тең. Айта ғой. Рамазан. 3-14 дәрежесі көбейту 3-12 дәрежесі бөлу 3-5 дәрежесі. Мынау 14 пен 4 қосылады, қанша болады? 8. 18, иә? 14-ке 4-ті қоссақ 18 ғой. Енді 18-ден 5-ті азайтсақ, 3-тің неше дәрежесі қалады? 13. 13 дәрежесі. Келесі есеп. 6-ның кубының 4 дәрежесі көбейту 36-ның 2 дәрежесі деген есепті шығарып көрейікші. 6 дегенім 6-ның неше дәрежесі болады? 12 дәрежесі. 12 дәрежесі көбейту. Енді 36-ның орнына мен
неше деп жаза аламын? 36 деген 6-ның 2 дәрежесі, иә? Иә. Көрдіңіз бе? 36-ның орнына мен 6-ның 2 дәрежесі деп жаза аламын. Оның сыртында 2 дәрежесі. Онда 6-ның қанша дәрежесі болады? 4 Он дәрежесі. екі. Сонымен 2-ні 2-ге көбейтсек 4 қой, Рамазан. Иә? Аха. Сонымен 12-ге 4-ті қоссақ, 6-ның неше дәрежесі болады? 16. 16 дәрежесі. Жақсы. Так, назатты үйретейін, қараңыздар. Мысалға, мен жаңа сандардың кубтарын не үшін жаттаңыздар деп айттым сіздерге. Звукты өшірейікші, барлығымыз біледі. Сандардың дәрежелерін не үшін жаттаңыздар деп айттым. Мысалға, 81-дің 5 дәрежесі болса, 81-дің орнына мен 3-тің 4 дәрежесі деп жаза аламын. Себебі 3 көбейту 3 көбейту 3 көбейту 3 бұл 81-ді беріп тұр. Демек, 81-дің орнына 3-тің 4 дәрежесі деп жазуға болады. Оның сыртында 5 дәрежесі, ол 3-тің 20 дәрежесі болып шығады екен. Сол сияқты 125-тің кубы болса, мен егер жаттап алсам, 125 дегенім ол 5-тің кубы деген сөз. Өйткені 5 көбейту 5 көбейту 5 ол 125 шығады. Сонда 125-тің орнына 5-тің кубы дегенді жазсам болады. Оның сыртында 3 дәрежесі 5-тің 9 дәрежесі болады деген сөз. Так, осы бетті скрин жасап алыңыздар. Чатты ашайын. Тақырып қиын болып жатқан жоқ па? Почти екі-ақ нәрсе, иә? Түсінікті. Жарайды, қазір тағы да есепте шығарамыз, жаттығамыз деп ойлаймын. Думан қызы Маржан қосыла ғой. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? 4-тің 2 дәрежесінің 7 дәрежесі көбейту 4-тің 12 дәрежесі көбейту 4-тің 0 дәрежесі. Ең бірінші 4-ті көбейтеміз, 2-ні көбейтеміз 7-ге. Сонда 4-тің 14 дәрежесі. 14 дәрежесі көбейту 4-тің 12 дәрежесі көбейту 4-тің 1 дәрежесі. 4-тің 0 дәрежесі, барлығын қоссақ, 27. 26 ғой, 0-ді қоссаң 26-ның өзі ғой. Иә, просто аналарды қосам ғой. 14-ке 12-ні қосам 26, оған 0-ді қосам 26-ның өзі қайттан шығады ғой, иә? Иә. 3-тің 2 дәрежесінің 2 дәрежесі 3-тің 4 дәрежесі. 4 дәрежесі. 0,9-ның квадраты артық па, 0,9-ның кубы артық па? Квадраты. Квадраты. 9-ның квадраты артық па, 9-ның кубы артық па? 9-дің кубы. Кубы. Онда салыстырыңыз, 81-дің квадратын или 27-ның 3 дәрежесін. Енді бұны салыстыра алмайсыз, иә? Бірақ та біз жаттағанымыз бойынша 81 дегенім 3-тің неше дәрежесі болды жаңа? 3-тің 4 дәрежесі болды, иә? 4 дәрежесі. Оның сыртында 2 дәреже бар деген сөз. 2. Ал 27 дегенім 3-тің неше дәрежесі? 3. 3 дәрежесі, оның сыртында 3 дәрежесі бар. Онда мынау 3-тің неше дәрежесі болады? 6. 8 көбейтем. Мынау 3-тің 3-тің 9. 9. Қайсысы артық?
3-тің 9 дәрежесі. 3-тің 9 дәрежесі, ол дегенім 27-нің кубы деген артық екен, көрдіңіз бе? Даже 81-ден 27 қаншама көп болып тұр, бірақ 27-нің кубы ол 3-тің 9 дәрежесі, мынау 3-тің 8 дәрежесі деген сөз екен, артық екен, иә? Иә. Думан қызы Маржан, түсіндіңіз бе жалпы тақырыпты? Иә. Ал 13-тің квадраты артық па, жоқ 12-нің квадраты артық па? 13-тің квадраты. Дұрыс, онда ойланбаймын, иә? Өйткені дәреже көрсеткіштері бірдей болып тұр. Мына жерде қай сан натурал Артық болған сол. кезде. 25-тің квадраты или 15-тің квадраты? Әрине, 25-тің квадраты. 25-тің квадраты. 25-тің. Жақсы, Думан қызы Маржан сізге. Сайлаубек Әбілмансұр. Сәлем сапи. Сәлеметсіз бе, Әбілмансұр? Дайынсыз ба? Иә. 11-дің 2 дәрежесінің 5 дәрежесі көбейту 11-дің 10 дәрежесі көбейту 11-дің 1 дәрежесі. 11-дің 2 дәрежесін 5-ке көбейткенде 11-дің 10 дәрежесі болады. 11-дің 10 дәрежесіне 10 дәрежені қосқанда 11-дің 20 дәрежесі болады. 11-дің 20 дәрежесіне 1 дәрежені қосқанда 11-дің 21 дәрежесі болады. Жақсы. 11-дің 21 дәрежесі артық па, жоқ әлде 11-дің 19 дәрежесі артық па? 11-дің 21 дәрежесі. 0,11-дің 21 дәрежесі артық па, жоқ 0,11-дің 19 дәрежесі артық па? 0,11-дің 19 дәрежесі артық. Жақсы. Онда 125-тің кубы мен 5-тің 25-тің 2 дәрежесін салыстырып көріңіз. 25-25-тің кубы болады. Асықпа. 25-тің кубы деген ол үлкен сан. 25 көбейту 25-тің өзі 625, 625 көбейтсем одан үлкен болып кетеді. 125-тің кубы үлкен. 125 дегенімнің өзі 5-тің кубы деген сөз, дұрыс қой? Яғни біз кубты жасауымыз керек. Мынау 5-тің квадратының квадраты. Мында 5-тің 9 дәрежесі, мында 5-тің 4 дәрежесі. 5-тің 4 дәрежесі. 5-тің 9 дәрежесі. Бұрын бұрыс бөлшектерді салыстырған кезде ойлаушы едік қой. Алымдарын бірдей қылып алам. Иә? Немесе алымдарын бірдей қылып алсам, қайсының бөлімі кішкентай, соны үлкен дей салатынмын. Немесе 3-тен 1, 3-тен 2 десе, бөлімдері бірдей, онда алымдарын салыстыра салам деп. Сол сияқты дәрежені салыстырған кезде мен дәреженің негіздерін бірдей қылып алуға тырысуым керек. Сонда не істеймін? Тез салыстырамын, иә? Иә. Жақсы. Көптілеу Айша. Көптілеу Айша. Айша қосыла ғой. Жарайды. Бекарыс. Бекарыста звук вообще жоқ екен. Ұлпан. Шері Ұлпан. Жарайды. Айша. Айша қосыла ғой. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе, Айша? Сәлеметсіз. Есепті шығарып көрейік. 12-нің 3 дәрежесінің 4 дәрежесі көбейту 12-нің 7 дәрежесінің 2 дәрежесі көбейту 12-нің 5 дәрежесі. Біз ең біріншісі 12-нің дәрежесін табамыз. 12-ні табу үшін 3-ті көбейтеміз, 4-ке тең болады 12. Одан соң 12-ні көбейтеміз, 7-ні көбейтеміз, 2-ге тең болады 14.
көбейтеміз 12 дәрежесінде 5. Мхм. Сонда Енді 12 оның бүкілін қосамыз. 12-нің дәрежесінде так 31. 31. Жақсы. 64-тің квадраты мен 16-ның 4 дәрежесін салыстырып көріңіз. Бірінші 16 деген подсказка береді. 16 ненің квадраты деген сөз? 64-тің. Жоқ. 16 қай санның квадраты? Қандай бірдей екі санды көбейтсем 16 шығады? 4 қой, енді 4-тің квадраты ғой. Я, 4-тің квадратының 4 дәрежесі. Ал 64 дегенің ол 4-тің кубы. 4 көбейту 4, көбейту 4. Не 4, 4, 16, 16-ны 4 көбейтсем 64. Оның кубының сыртында 2 дәрежесі. Значит, 4-тің 6 дәрежесі мен 4-тің қанша дәрежесін? Айша? 8. 8 дәрежесі. Салыстыруым керек. Қайсысы артық? Артығы ол 4 дәрежесінде 8. 4 дәрежесінде 8. Көрдіңіз бе? Сонда бір қарағанда бізге мына 16 деген мына 64-тен 3 есе кішкентай, 4 есе кішкентай болып тұр. Бірақ та есептеп қарағанда бұл 2 дәрежеге қандай болып тұр екен? Артық болып тұр екен. 5-тің 30 дәрежесі, 5-тің 25-тің 50 дәрежесі болсын. Алдымен Біз мынадан құтылып алайық, иә? иә. Давайте мынау 30 дәрежесі емес, 90 дәрежесі болсыншы. Біз 5-ті 10-ға бөліп жіберсек болады, иә? 10-ға бөлсек тең болады 9. 5. Дәрежесі мынау 5 дәрежесінде 5 дәрежесіндегі 5. 25-тің 5 дәрежесі, иә? Мына бөлшек бөлімдерін не істемейміз. Сонымен 5-тің 9 дәрежесі пока тұра береді. 25 дегенім ол 5-тің квадраты деген сөз. 5-тің квадраты 5 дәрежесі. Сонда 5-тің 9 дәрежесі мен 5-тің Мұнда 10 дәрежесіне салыстырамыз, тең болады 5 дәрежесінің 10 көбірек болады, артық болады. 10 деп айтпаймыз, 5-тің 10 дәрежесі артық болады деп айтамыз, жарай ма? Иә. Жақсы. Сау бол. 5-тің жарайды. Сау бола ғой. Тағы бір оқушы. Жарайды, сау бола ғой. Нұркен Жомарт. Нұркен Жомарт қосыла ғой. Адия. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе, Адия? Бірінші шарда бізде шығады 13-тің 21 дәрежесі. Көбейтілген 13-тің 18 дәрежесі. Енді дәрежелерді қосамыз. Жауабы 13-тің 39 дәрежесі. Жақсы. Мгм. 13-тің 0 дәрежесі. Бірге тең. Бірге тең. Қосылған 25. 15-тің квадраты. Қосылған
125. 225, иә, 15-тің квадратын жаттаймыз. 250 бір шығады екен, иә, қосындысы. Я Адия, салыстырамыз. 49-дың квадраты 343-тің квадраты. Жоқ, квадраты емес. 343-тің 3 дәрежесі болсын. 49 деген маған подсказка беріп тұр. Қандай санға? Жеті. Жетіге, иә? Жетінің квадраты ғой 49 деген. Жетінің квадратының квадраты деген сөз. Значит, 343 деген 49-ды тағы да 7-ге көбейтсеңдер, 343 шығады. Онда ол 7-нің кубы деген сөз. Онда мыннан 7-нің неше дәрежесі шығады? 4, 7-ның 4 дәрежесі. мыннан 7-ның 9 дәрежесі. қайсысы артық? Жарайды, 9 дәрежесі. 343 артық. 0,8-дің 2 дәрежесі артық па? 0,8-дің 5 дәрежесі артық па? 0,8-дің 2 дәрежесі. 8-дің 2 дәрежесі, 8-дің 5 дәрежесі. 8-дің 5 дәрежесі. 0,8-дің 3 дәрежесі, 8-дің 3 дәрежесі. 8-дің 3 дәрежесі. 8-дің 0 дәрежесі, 8-дің квадраты. 8-дің квадраты. Жақсы, жарайды. Соңғы есебім не толық қалды. Жарайды. Сонымен біз бүгін дәреже және оның қасиеттері деген тақырыпты өттік. Келесі сабақта мен санның соңғы цифры деген тақырыпты үйретем. Яғни 2025-тің 1000 дәрежесінің соңғы цифры қандай дегенді табуды, жарайды ма? Сабақ пайдалы болды ма? Сабақ ұнады ма? Жақсы. 5 ережені жаттап аламыз. Қазірден бастап жаттасаңдар, сандық сипаттамада сендерде 3 балл деп ойлаңдар. 3 балл бар деп. Өйткені осымен міндетті түрде дәрежеге қатысты сандық сипаттамада есеп болады. Кім нешқа түсуді қазірден жоспарлап жүр, сол оқушылар жаңағы кубтарды, квадраттарды прям көбейту кестесі сияқты жаттап алу керек. Жақсы ма? Сау болыңыздар. Келесі сабақта санның дәрежесінің соңғы цифры дегенді үйретемін. 2025-тің 2025 дәрежесінің соңғы цифры қандай дегенді ма? Сау болыңыздар. Сіздердің де мерекелеріңізбен. Дина, сау болыңыз.